Сәлем балалар, көңіл күйлерің қалай? Бүгін біз сендермен сабақта ермексаздан балық жасайтын боламыз. Өздеріңе ұнаған ермексазды алып, ең бірінші бөлігін үлкендеу қылып кесіп аламыз. Одан кейін 6 кішкентай бөліктермен кесіп шығамыз. Барлығын осылай қолымыздың көмегімен мен жасағандай жасап шығамыз. Балалар, біз сендермен не жасап жатырмыз? Жарайсыңдар балалар. Балалар, балықтар қайда өмір сүреді? Керемет балалар, сендер өте керемет жасадыңдар. Енді біз осыны ең үлкен болып тұрған арасындағы ең үлкен ермексазды алып, осылай мен жасағандай үстінен басып шығатын боламыз. Қалған бөліктерді де дәл осылай жасап шығамыз. Әрқайсысын өзінің пішініне қарай үлкейтеміз. Енді біз осының арасынан ең үлкен пішінді табамыз. Одан кейін екі пішінді алып, осы біздің үлкен фигурамыздың жіңішкерейген жағына алып барамыз. Бұл бізде балықтың құйрығы болып саналады. Балалар, біз сендермен не жасап жатырмыз? Біз қазір балықтың қай бөлігін жасап болдық? Жарайсыңдар балалар, біз балықтың құйрығын жасап болдық. Енді одан кейінгі екі фигураны аламыз, осылай мен жабыстырған жаққа қарай жабыстырамыз. Бұны біз балықтың қолы десек те болады, яғни жүзетін қанаттары. Осылай біріктіреміз. Қалған ең кішкентай екі бөлікті бір-біріне біріктіреміз. Кейін оны мен көрсеткен жаққа қарай алып барыңдар. Бұл бізде балықтың аузы болып саналады. Енді ақ түсті аламыз, дөңгелектейміз. Бұл бізде балықтың көзі болып саналады. Осылай аузы жағына қарай алып барамыз, жабыстырамыз. Қара түсті аламыз. Осылай видеода көрсетілгенде мен жасағандай жасап, балықтың қанаттарының үстіне жабыстырамыз. Балалар, біз сендермен не жасап жатырмыз? Өзіміз қалаған түсті аламыз, кішкентай ғана балықтың көзінің мөлшерінен де кішкентай мөлшерде дөңгелектейміз. Кейін осыны балықтың көзінің ішіне орналастырамыз. Енді ақ түсті аламыз, осылай қолымыздың көмегімен осылай жасаймыз. Одан кейін осыны көздің кішкене астына қарай орналастырамыз. Дәл осылай тағы да екеуін орналастырсақ болады. Балалар, бүгін біз сендермен не жасадық? Жарайсыңдар балалар. Бүгін сендер өте керемет жұмыс атқардыңдар, шапшаң қимылдадыңдар. Келесі кездескенше аман сау болыңдар.